Баршаңызға сәлем. Бүгін мен бауырдан жасалынатын торттың рецептімен бөлісемін. Менің видеомды соңына дейін қараңыз. Ең бірінші бауыр, сәбіз, сарымсақ, пиязды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Сүт құямыз. Оған қалауынша тұз, бұрыш саламыз. Оны салып, жақсылап былғаймыз. Сұйық май құйып, араластырамыз. Консистенциясы құймақтағыдай сұйық болуы керек. Табаны қыздырып, үстін майлап, бір ожаудан құйып, осылай жан-жағына таратып, жұп-жұқа етіп пісіріп шығамыз. Асты піскеннен кейін жайлап екінші жағын аударып пісіріп аламыз. Мен осылай барлығын пісіріп алдым. Менде 12 штук шықты. Енді ортасына майонез жағамыз. Майонезге сәбіз бен сарымсақты теркіден өткізіп салып араластырамын. Енді осыны мен құймақтарымның арасына жағып шығамын. Осымен бауырдан жасалған тортымыз дайын. Сіздер де жасап үй іштеріңізді қуантсаңыздар болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.